Номер 14 есеп. Бізге қандай да бір функциясының графигіне x0 тен 3 нүктесінде жүргізілген жанама мен OX осінің оң бағытының арасындағы бұрышын табу керек. Енді осы есепті шығару үшін біз жанаманың жалпы теңдеуін білу керекпіз. Осы теңдеуді жазайық. Жанама азайтылған f x0 тең болады функцияның туындысының x0-дегі мәні көбейту x азайту x0. Енді осы формуланың ішіндегі бұрышқа, бізге қандай да бір бұрышты табу керек, бұрышқа қандай мән әсер етеді. Осыны көпшілігі шығарған кезде, осындай есептерді, олар бүкіл толық теңдеуді шығарады, сонан кейін бұрышты табады. Бірақ та дегенмен оның оңай әдісі бар. Яғни бізге бұрышқа әсер ететін мән тек қана осы болады. Яғни біз жалпы теңдеуді шығармаймыз. Біз тек қана функцияның туындысын табу керекпіз. Содан кейін оған 3 деген мәнді қоямыз. Туындысын табу үшін біз 3-тен 2 x түбір асты x функциясының туындысын табу керекпіз. Яғни бізде сан функцияның алдына шығады. Осыны біз дәреже түріне келтірейік. Яғни бізде 1/2 деген дәреже болады. Енді 3-тен 2 бізде қалады. Функцияның, мысалы xn функциясының туындысын тапқан кезде, біз оны келесі формула арқылы табамыз. x азайту n-1. Яғни бізде осындай формула бойынша 1/2 алдыға түседі. x-тің 1/2 азайту 1 дәрежесі болады. Енді осы 1/2-ді бұрыс бөлшек түріне келтірейік. Ол тең болады 1 көбейту 2 қосу 1 тең болады 3 көбейту x-тің 2/1 дәрежесі қалды. 2 бөлшекті көбейсек бізде барлығы қысқарып кетеді. Яғни x-тің 2/1 дәрежесі қалады. Бірақ та дегенмен біз тек қана функцияның туындысын таптық. Енді оның x0 мәнінің табайық. Ол өте оңай. Біз осы табылған туындыға x0-дің мәнін қоямыз. Яғни x0-дің мәні тең болады бізде 3. 3-тің 2/1 дәрежесі. Яғни ол түбір асты 3. Енді осы түбір асты 3 бұрыштың мәніне қалай әсер етеді? Жақшаның алдындағы тұрған f'(x0) мәні ол осы тангенс альфаның мәні болады. Яғни бұрыштың тангенсі тең болады түбір асты 3. Бұдан шығатыны бұрыштың мәні альфа тең болады 60 градус. 60 градус дегеніміз пи бөлінген 3. Яғни байқасақ бізде С жауабы дәл осындай болады. Осы есептің нәтижесінде біз келесі нәрсені үйрендік. Егер сізде функциясының жанамасының тек қана бұрышын табу керек болса, сіз тек қана туындыны есептеп, оның сандық мәнін тангенс альфаға теңестіресіз. Ал егер сізге толық жанаманың теңдеуін табу керек болса, сіз осы бүкіл өрнекті есептейсіз.